Бәйбішенің ерлігі 2 бөлім. Анам мені тұрып жатқан пәтеріне алып барды. Үйдің іші лас, әрі бейберекетсіз еді. Анамның өзі де салақ, әйелге тән ұқыптылық пен жинақылықтан жұрдай екен. Бұрынғы анам деп елестеткен бейнем мүлдем бұлыңғырланып, алдында тұрған бөтен әйелден жеркеніп кеттім. Оның қасында бір еркек бар еді. Бұл көрініс менің көңілімді одан әрі құлазытты. Басында анам: "Араласып тұрайық, сендер менің балаларымсыңдар. Сендерді қатты сағындым", деп жалынып өзіне сендірді. Қыз болған соң ба, жүрегімнің жұмсақтығы жеңіп, анама деген сезімдерім қайта оянып, онымен араласа бастадым. Өткеннің бәрін артқа тастап, оны түсінуге тырыстым. Бірақ бұл қарым-қатынасымды үйдегілерге айта алмадым. Бәйбіше анам мені бауырларыма анаммен сөйлесіп жүргенімді айтудан қорықтым. Олардың мені түсінбейтінін, тіпті ренжуі мүмкін екенін іштей сездім. Анаммен араласқан сайын оның өміріндегі өзгерістер менің таңдауын түсінуі қиынға соқты. Бірақ бәрін ішіме бүгіп, сол сырды ешкіммен бөліспей жүре бердім. Анам менімен жақынырақ араласа бастаған соң, біраз уақыттан кейін қиналып жүргенін айтып, қарызға ақша сұрай бастады. "Доча, ертең беремін, арғы күні міндетті түрде қайтарамын", деп уәдені үйіп-төгіп сылтау айтудан шаршамайтын. Мен оған сеніп, азнаулақ көмектесіп жүрдім. Бірақ уәделері ешқашан таусылмады, орындалмады. Алайда бұл тек бастамасы екен. Бір күні ол пәтеріме келіп: "Доча, қарыздардан әбден шаршадым. Пәтер иесі қуып шықты. Енді сенімен бірге тұрайыншы, уақытша ғана", деді. Пәтерде менімен бірге топтастарымның бірі құрбым тұратын. Анам уақытша ғана болады ғой деп ойлап пәтеріме кіргіздім. Бірақ сол кезде қатты қателескенімді кейін түсіндім. Арада көп уақыт өтпей-ақ анамның қасында жүрген еркек құрбыма қол жүгіртіпті. Бұл жағдайды құрбым маған айтты, және мен оған сендім. Ол өтірік айтатын адам емес еді. Бұл оқиға маған төбемнен жай түскендей әсер етті. Өзімді кінәлі сезініп, ішімнен сан сұраққа жауап іздедім. Неге анамды кіргіздім? Неге оған сендім? Жаным қиналып, анамды көрген сайын реніш пен ашу аралас сезімдер биледі. Шыдай алмай, анама болған жайдың бар шындығын айтып едім. Оның ашуынан жаға ұстадым. Ол қатты ашуланып: "Ол сүмелек қыз, өзі жыртыңдап менің күйеуімнің көзіне түскен. Шашын жұламын, біреудің байын азғырған қандай екенін көрсетемін", деп айғай салды. Бұл сөздерді естігенде тұла бойым тітіркеніп кетті. Сонда ол қыздың орнында мен болғанымда дәл осылай кінәлаған болар ма еді, деп ойладым. Бұл сұрақ менің жанымды қарып өтті. Ашуымды тежей алмай, өзім де анама қатты сөйлеп кеттім. "Шық үйден, байыңды ал да көзіме көрінбе. Сенде анадан садаға", деп оның киімдерін есік алдына лақтырып тастадым. Бірге тұрған уақыт ішінде ол үйге бір нан әкелген жоқ. Бар болғаны тегін тамақ, тегін ет жеп, менің арқамда жайлы өмір сүріп жүрді. "Қызым, саған аз болса да көптей көр", деп бір жұп шұлық та алып бермеген сорлы ана екенін түсіндім. Ал бәйбіше анам болса, мүлде басқа адам еді. Ол күнде қоңырау шалып, жағдайымды сұрап, ай сайын пойызбен ет, банка, басқа да қажет нәрселерімді жіберіп тұратын.
қыста қалың шұлық салып жылы жүр қызым деп қамқорлығын үзген емес. Менің жағдайымды ойлайтын, жаны ашитын шын анамның ол екен. Сол кезде ғана тағы да түйдім. Нағыз ана мені дүниеге әкелген емес, мені сүйген, өсірген, маған жүрегін берген бәйбіше екен. Кеше ғана туған күнім болды. Сол күні бәйбіше анам Каспиіме 50.000 теңге салып жіберді. Онымен қоймай, қоңырау шалып, пойызды күтіп ал, қазы қарта салып жібердім, алтыным. Қарның ашып қалмасын, өзіңді күт, ауырып қалма, деп мейірімін төкті. Осы сөздерді естігенде жүрегім езіліп, көзіме жас толды. Оның осындай қамқорлығы мен махаббаты мені қайта-қайта тебірентетін. Бәйбіше анамның мейірімділігіне іштей риза болып, оны шын жүректен жақсы көрдім. Ол менің шын анамдай еді. Ал туған анам ше, ол мені дүниеге әкелгенін ұмытпаған болар. Менің телефон нөмірім бар, оны біледі. Ешқашан блокқа да қоймадым. Тіпті мені байқасын деп WhatsApp-тағы статусқа торт пен жаңа жасымды салып қойдым. Сол статусты көріпті, бірақ бір ауыз сөз жазбады, бір қоңырау шалмады. Осы жағдайдан кейін жүрегімде туған анама деген жек көрушілік одан сайын күшейді. Ол тек мені дүниеге әкелді, бірақ менің өмірімде ешқашан шынайы ана бола алмады. Ал бәйбіше анам болса, әрбір сәтте қасымда болып, жанымды да, тәнімді де жылытқан жалғыз адам екенін тағы да түсіндім. Менің арнама жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз.